Баршаңызға сәлем. Достар, бүгін мынадай браслет тоқитын боламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Тоқылуы өте оңай. Ал, бастайық. Бізге ол үшін не керек? Бізге ол үшін лескамыз керек. 4 мм биконусымыз керек. 2 мм моншағымыз керек. Және 3-4 мм моншақ және бисеріміз керек болады. Ал, бастаймыз онда. Бисеріміз инемізге бірінші 3-4 мм моншағымыздан, жемжігіміздан 4-еуін аламыз. Бұл кеңінен тараған техника. Сіздерге де белгілі деген ойдамын. Жібіміздің ұшына алып келеміз, ұшына дейін. Байлаймыз. Бұл жерде енді жіпті ұшынан артықтау қалдыру қажет емес. 2-3 рет байлаймыз. Жібімізді жоғарғы жаққа қарай өткізіп аламыз. 4 бұрыш пайда болу керек. Енді бұған 3 моншағымызды алатын боламыз. 3 моншағымызды алдық. Жібіміз төменгі жақта. Біз оны жоғарғыдан төмен қарай өтетін боламыз. Мынандай жасаймыз. Осындай тоқитын боламыз. Енді жібіміз ортасында оны мынау моншаққа өткіземіз. Тағы да 3 аламыз. Жібіміз жоғарғы жақта, біз төмен жақтан өтеміз. Жібіміз жоғарғы жақта, бізге мынау моншақ керек. Сол себепті бұлай өтетін боламыз. Болды. Осыны енді ұзын қылып, өзімізге қажетті ұзындыққа дейін дәл осылай қайталап тоқи береміз. Енді осыны бізге керек ұзындыққа дейін ұзын қылып тоқимыз. Достар, міне мен аз ғана тоқыдым. Сіздер білектеріңізге тура келетіндей етіп тоқисыздар. Мына жерге қойып өлшейсіздер, біріктіресіздер. Мына жаққа өтетіндей. Өлшеген кездеріңізде мына қол былай тұрады. Осы жерді өлшейсіздер. Мені былай қойып, бүйтіп өлшеп аласыздар. Бүйтіп айналдырып тоқисыздар. Біріктіретін кезде екі басын біреу аласыздар. Мына жаққа келіп өтесіздер. Тағы біреу аласыздар. Мына жағынан өтетін боласыздар қайта. Сонда екі басы былай бірігетін болады. Енді не істейміз? Енді міне жібіміз ортасында тұр ғой. Енді бұны біреуден жоғары қарай өтеміз. Енді екі орталарын толтыратын боламыз. 2 мм моншағымызды аламыз. Екі ортасын толтыратын боламыз. Сосын, мына жағы біткеннен кейін, мына бетіне өтуіміз қажет болады. Ол үшін ортадан кері қарай өтеміз. Жібіміз тұр. Оны қайтадан жоғары қарай өткізіп аламыз. Мына моншақ секілді, мына жерге де өтетін боламыз.
Енді екінші бетке өтеміз. Мына кішкентай 2 миллиметрлік моншағымыздан өтеміз. Мынадан емес, мынадан өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисер аламыз. Жіп мына жақтан шықтыр, біз мынаған барамыз. 2 миллиметрлік моншағымыздан өтетін боламыз. Майда бисер моншағымыздың арасынан барлығынан осылай өтіп шығатын боламыз. Бір қатарын былай айналдырып тігіп біткеннен кейін осы жерден ары қарай екінші қатарға өтетін боламыз. Міне. Қайтадан кішкентай моншағымыздан өтеміз. 3, 4, 5. Тағы да 5 бисер аламыз. Дәл жаңағыдай мына бет секілді етіп тоқып шығамыз. Тағы 5. Бұны да айналдырып тоқып шығамыз, бәрін айналдырып шығамыз. Кейін енді біз мына жақтан арғы бетке өтуіміз қажет болады. Ол үшін моншақтардың арасынан айналып өтіңкіреміз. Енді мына бисерімізден 2 бисерден өтеміз. 2 бисерден өтеміз. Жоғарыдағы 1 бисер бар ғой, содан өтеміз. Енді қазір біз биконусымызды қосатын боламыз. Биконусымызды былай қарай тігіп шығатын боламыз. Міне. Бұны да дәл осылай бетіп айналдырып тоқып шығамыз. Бұл жаққа келгеннен кейін не істейміз? Ең соңында мына жаққа екінші бетке өту керекпіз ғой. Сол кезде мынаған өтеміз. Міне. Екінші беттегі бисердің жоғарғы жағынан өтеміз. Биконустан өтеміз. Бисеріміздің ортасындағыдан өтеміз. Биконустан өтеміз. Дәл осылай мына жақтың барлығын айналдырып тоқып шығамыз. Жіптерімізді түйіндейміз, қиямыз, зажигалкада күйдіреміз. Видео ұнаған болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.